Бір жігітті әйелінің шайпау мінезі әбден мезі етіпті. Күнде ұрыс керіс, айғай-шу. Дол әйел не болса соны сылтау етіп, жоқ жерден ұрыс шығарып, бүкіл ауылдың мазасын кетіріпті. Әсіресе күйеуінің күйі кетіпті. Күйеуді бетпақ әйел жегідей жепті. Бір күні әйелі оған: «Тоғайдан отқа жағатын құрай теріп әкел», депті. Жігіт айтқанын орындап, бір құшақ құрай әкеледі. Әйелі оны айғаймен қарсы алады. «Мен саған ірі бұтақтарды әкел, дедім ғой. Мейсіз, оңбаған», деп ұрса жөнеледі. Жігіт күрсініп, қайтадан тоғайға барып, жинаған бұтақтарды буып, үйіне оралады. «Мен саған бұтақ әкел дедім бе? Ақмақ. Отбасын асырай алмайтынды осыдан көр», деп дүрсе қоя береді. Жігіт ауыр күрсініп, «Осы пәлеқ жүйкемді құртып бітті-ау. Бұдан қалай құтылсам екен», деп ойлайды. Сөйтіп кешке жақын әйеліне: «Сен менің қандай олжа тапқанымды білесің бе?» дейді. «Олжа тапқышын бұның», деп әйелі оның бетінен ала түседі. «Рас, мен орманнан үлкен олжа таптым. Бір дорба алтын». «Қай бір жетіскен табыскер едің?» деп әдеттегі әніне басқан дол әйел алтын дегенде одан сайын өршелене түседі. «Қане, орманның қай жерінен көрдің? Айт жылдам». «Алтын терен орда, ертең барып аламын». «Сенің оны алуға ақылың жетпейді. Өзім бармасам, сен шашып, төгіп, рәсуа қаласың». Таң ата ерлі-зайыптылар арқанмен қауалып орманға барады. Жол бойы әйелдің ұрсудан аузы жабылмайды. Орға жеткенде жігіт: «Ал енді арқанды беліме байлап, мен түсемін. Алтын қапқа толғанда көтер деймін. Сол кезде шығарып ал», дейді. «Жоқ, орға өзім түсем, сен алтынды ала алмайсың», деп бой бермеген дол әйел арқанға жармасады. Жігітке керегі де сол. Әйелді тез арада орға түсіре қояды. Сосын деп бір жеңіл дем алады да, осы орда біраз жатсын, мүмкін мінезі түзелер, деп үйіне қайтады. Жаны тыныш тауып, бейбіт тірлік кеше бастайды. Бірақ қанша жерден көк долы болса да, өз әйелі ғой. Байғұс қазір қандай халде екен, деп әйелін ойлап сағына бастайды. Бір апта өтеді, 2 апта өтеді. Бір ай өтеді, 2 ай өтеді. Жігіт бір күні шыдай алмай ордағы әйелін бір көруге бел байлайды. Сөйтіп ормандағы орға келсе, теренен айғай-шу естіледі. Орда біреумен біреу ұрысып жатыр. Күңіренген дауыс шығады. «Ох, мені мына әйелден құтқаратын адамзат бар ма екен? Менен құтылам деп ойлама», дейді шыңқылдаған әйел дауысы. Жігіт төменге арқан түсіреді де жоғары қарай тартады. Арқанмен жер бетіне айдаһар шығады. Шайпау әйел айдаһардың жалына жабысып алыпты. Айдаһар оны құйрығымен сабалап жер бетіне жетпей түсіріп тастайды. Мақұлық жігітке өзін көкбет әйелден құтқарған үшін алғыс айтады. Бұндай сұмдық әйелдің шайпау мінезіне шыдап тірі қалған мен төзімді екенмін, дейді жігітке. Оның тепкісіне аз уақыт төзген сен мықты болсан, онда өмір бойы шыдаған менің мықтылығыма еш нәрсе тең келмес, деп күледі жігіт. «Ойпырмай, шыдамақ екен», дейді таң қалған айдаһар. Сөйтеді де: «Менің жанымды алып қалған үшін, о адамзат баласы, сенің 3 тілегіңді орындаймын», дейді. «Бірақ байқа, егер тілегін 3-ден асып кетсе, бірден шұтып қоямын». Жігіт ауылына оралып, тіршілігін жалғастыра береді. Бір күні көрші ауылдан бір айдаһар өзеннің суын бөгеп, сала-құлаш боп жатып алды. Ауыл сусыз қалып, мал шөлден қырылып жатыр деген хабар келеді. Жігіт ауылдағылар көрші ауылдың адамдарына: «Біздің айдаһардың тілін табатын батырымыз бар», дейді. Жұрт жігіттен көмек сұрайды. 3 тілектің біріншісі осы болсын, деп жігіт айдаһарға барып: «Баяғы 3 тілек уәден есінде ме?» дейді. «Иә, айта бер», дейді айдаһар. «Олай болса, бұл ауылдан кет.
халыққа обал жасама, дейді жігіт. Айдаһар ғайып болады. Ауыл адамдары жігітті шынымен де батыр екен деп құрметтеп, сыйлап, алғыстарын жаудырады. Сөйтіп жүргенде тағы бір ауылдың хабаршысы: егістігімізді дәу айдаһар басып жатыр. Егін жойылса, ауыл аштан қырылады ғой. Сіздерде ғажап батыр бар деп естідік. Көмек берем екен, дейді. Ағайындар бұны жігітке жеткізеді. Бұл ауылды да құтқарайын дейді де, жігіт егістіктегі танысына келеді. Менің екінші тілегімді орында, бұл ауылды босат, дейді айдаһарға. Айдаһар ғайып болады. Ауыл мәре-сәре боп, батырды қошеметтеп той жасайды. Мамыражай тірлік өз жалғасын табады. Сөйтіп бейқам жатқанда ауылға тағы бір ауылға айдаһар барып, адамдар қорыққаннан үйлерінен шықпай қалды. Ауылдың малын жұтып жатыр, малсыз ел аштан қырылады ғой, деген хабар келеді. Жігіттің ауылы оған: тағы бір ерлік жаса, айдаһардың көзін жой, ауылды құтқар, дейді. Жігіт олардың тілегін қабыл алып, ескі досына тағы барады. Неге келдің деп сұрайды айдаһар. Жігіт тілегін айтады. Айдаһар: бұл соңғы тілегін орындаймын. Бұдан былай келуші болма. Егер 4-ші рет келсең, бірден жұтамын, деп ескертеді де, бұл ауылды тастап кетеді. Арада біраз уақыт өткенде, бір алып мақұлық ауылдың ортасына жатып алып, елдің зәресін ұшыруда. Маған күніне бір адамнан беріп тұрасыңдар деп талап қойды. Бұл пәледен құтқаратын батыр бар ма екен деп 4-ші бір ауылдың адамы келді. Жігіт енді айдаһарға ешқандай тілек айта алмайтынын ойлап қатты қамығады. Ал туысқандары болса бәрі жалынып 4-ші ретінде құтқар деп өтінеді. Жігіт бір қауым ел үшін бір жан құрбандық, не де болса көрермін деп аталған ауылға аттанады. Барса, ауыл адамдарын қайсысы қай күні жем болатындығы белгілі боп тізімге алыныпты. Бала-шаға, қатын-қалаш у-шу жылап еңіреген дауыстар. Айдаһарға жұтылуға алғашқы адамды әкеле жатыр. Жігіт оларға: тұра тұрыңдар, деп халықты сабырға шақырады да өзі айдаһарға жақындайды. Бұны көрген айдаһар: мен саған 3 тілегімді ғана орындаймын, 4-ші рет келме деп едім ғой. Бұны неге ескермедің? Өз обалын өзіне дей бергенде, жігіт: мен саған өтінішпен тілек орындатуға келмедім. Баяғы ордағы әйел есінде ме? дейді. Айдаһардың сұры қашып, орнынан қозғалақтап: иә, есімде, дейді дірілдеп. Есінде болса, сол әйел ордан шығып келе жатыр. Соны саған ескертейін деп келдім. Дін аманында бұл жерден кет, дейді. Жігіт осы сөзді айтып үлгіргенше айдаһар ширатылып әуеге көтерілді де көзден ғайып болды. Содан бері ешбір ауылды айдаһар мазаламайтын болыпты. Сол айдаһарды жеңген әйел әлі күнге дейін бар деседі.